Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 115-ші сабақ. Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептер. Бірінші есеп, бөлшектерді өсу ретімен жаз, сонда сен ауаны қорғау тәсілдерінің бірін білетін боласың. Бізде 65-тен 54, 65-тен 15, 65-тен 46, 65-тен 29, 65-тен 60, 65-тен 58, 65-тен 32, 65-тен 68, 65-тен 39, 65-тен 62, 65-тен 25, 65-тен 70 сандар берілген. Біз өсу ретімен жазатын болсақ, біз 65-тен 15, 65-тен 25, 65-тен 29, 32, 39, 46, 54, 58, 60, 62, 68 және 65-тен 70 сандарын жазамыз. Ол кезде бізде көгалдандыру деген сөз шығады екен. Екінші есеп, есептерді шығар. Есепті шығармас бұрын біз ережеге көңіл бөлейік. Санның бөлшекпен өрнектелген қандай да бір бөлігін табу үшін осы санды бөлшектің бөліміне бөліп алымына көбейту керек. Яғни 126-ның 6-дан 3 бөлігін табайық. 126-ның 6-дан 3 бөлігін табу үшін 126-ны 6-ға бөлеміз, 21-е 1 бөлігінде. 21-ді 3-ке көбейткенде 63, 3 бөлігінде. 6-дан 3 бөлігі 63. 126-ны бөлеміз 6-ға, көбейтеміз 3-ке 63. 126-ның 6-дан 3 бөлігі 63-ке тең екен. Енді А есебіне қарайық. Сая жолға 126 ағаш отырғызылды. Олардың 6-дан 1 бөлігі қайың. Сая жолда барлығы қанша қайың бар? Яғни бізде отырғызылды 126 ағаш, қайың 6-дан 1 бөлігі 126 ағаштың. Яғни қайыңды табуымыз керек. 126-ны бөлеміз 6-ға, 21 қайың. Сая жолда барлығы 21 қайың бар екен. Екінші, сен санның бөлігін табуды білесің, бірнеше бөлікті тауып көр. Сая жолға 126 ағаш отырғызылды. Олардың 6-дан 3 бөлігі үйеңкі. Сая жолда барлығы қанша үйеңкі бар? Яғни отырғызылды 126 ағаш үйеңкі, осы 126-ның 6-дан 3 бөлігі. Оны табу үшін 126-ны 6-ға бөлеміз, 3-ке көбейтеміз. Сонда сая жолда барлығы 63 үйеңкі бар екен. Үшінші есеп. Сенбілікке 329 оқушы шықты. Олардың 9-дан 2-сі 4-ші сынып оқушылары, сенбілікке 4-ші сыныптан қанша оқушы қатысты. Яғни 329 оқушы, барлығы 4-ші сынып 9-дан 2-сі. Оны табу үшін біз 369-ды бөлеміз 9-ға, 41 1 бөлігінде. 41-ді 2-ге көбейтеміз, 82 2 бөлігінде. Сенбілікке 369 оқушының 82-сі 4-ші сынып оқушылары екен. Яғни 369-ды бөлдік 9-ға, көбейттік 2-ге. Сонда 82 оқушы шықты. 9-дан 2-сі 82 болып шықты. Әсі. Веложарысқа қатысушылар 15.000 километр қашықтықты жүріп өтуі тиіс. Жолдың 5-тен 3-ін жүріп өтті. Енді қанша жол жүруі тиіс? Яғни барлығы 15.000 километр жүріп өтті, 5-тен 3-і жүруі тиіс қанша? 15.000-ді бөлеміз 5-ке, көбейтеміз 3-ке. Сонда 3.000 көбейтеміз 3, 9.000 километр жүріп өтті. Енді 15.000-ді бөлеміз, азайтамыз 9.000-ға, сонда 6.000 километр. Енді 6.000 километр қалады екен. Төртінші есеп, пайызды бөлшек түрінде жаз есепте. 4800 теңгенің 2%, 2%-ын есептеу үшін 100-ге бөлеміз, 2-ке көбейтеміз. 4800-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 2-ге. Сонда бізде 48-2 көбейткенде 96 теңге. 1 километрдің 15%, 1 километрді метрға айналдырамыз. 1000 метр, 1000-ды бөлеміз 100-ге, сонда көбейтеміз 15-ке, 10-ды көбейтеміз 15-ке, 150 метр. 1 километрдің 15%-ы бізде 150 метр екен. 8 километрдің 74%-ы. 8 километрді метрге айналдырамыз 8000, 8000-ді 100-ге бөлеміз
одан кейін көбейтеміз 74-ке. 5920 метр болады екен. 1 тоннаның 80%, 1 тоннада 1000 килограмм бар, бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 85. Сонда бізде 850 килограмм болады екен, е? 25 теңгенің 14%, 25-ті 100-ге, 25 тоннаны килограммға айналдырамыз. 25 мың бөлеміз 100, көбейтеміз 14, сонда 3500 килограмм болады екен. 9 килограммның 30%, 9 мыңды бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 35, 3150 грамм болады екен. Бесінші есеп. Есепті шығар. Жол бойына отырғызу үшін 540 түп керек. Түп терек және бірнеше түп қарағаш көшеті әкелінді. Қарағаш теректің 6-дан 2 бөлігі жол бойына отырғызу үшін барлық қанша көшет әкелінді. Барлығы терек 540 түп, қарағаш 6-дан 2 бөлігі осының. Барлығы қанша? 540-ты бөлеміз 6-ға, көбейтеміз 2-ге, сонда 180 қарағаш. 540-қа 180-ді қосам, 720 көшет. Жол бойына отырғызу үшін барлығы 720 көшет әкелінген екен. 6-шы есеп, теңдеулерді шешеміз. X азайтылған 12-ден 5 тең 12-ден 2. X-ті табу үшін X тең 12-ден 2-ке қосамыз 12-ден 5-ті. X-іміз бізде 12-ден 7-ге тең. Енді тексереміз. 12-ден 7 азайтамыз 12-ден 5 тең 12-ден 2. X-іміз теңесті, е? Екіншісі Z азайтамыз 19-дан 7 тең 19-дан 11. Z-ті табу үшін 19-дан 11-ге қосамыз 19-дан 7-ні. Z-тімізді бізде 19-дан 18 шықты. Тексерейік, бізде теңдеуіміз 19-дан 18 азайтамыз 19-дан 7 тең 19-дан 11-ге, е? Дәл осы түрде қалған есептерді шығарамыз. Бізде 16-тан 15 тең Y тең 16-тан 13. Y-ті табамыз, 16-тан 15 азайтамыз 16-тан 3. Y-іміз 16-тан 12-ке тең. Төртіншісіміз 25-тен 7 қосылған пи, 25-тен 18. Пиді табамыз, 25-тен 18 азайтамыз, 25-тен 7. Пиіміз бізде 25-тен 11-ге тең екен. Жетінші есеп, амалдарын орындалу ретін анықта және есептейміз. Бізде берілген 156 көбейтілген жақшаның ішінде 6075 қосылған 9980 азайтамыз 15996. Бөлемі 26. Яғни бірінші амал бізде қосу, одан кейін азайту жақшаның ішінде, одан кейін жақшаның сыртындағы көбейту, одан кейін бөлу, е, төртіншісі. Бірінші амал бізде 6075-ке 9980-ді қосқанда 16055 шығады. Екінші 16055-тен 15996-ны азайтамыз 59. Енді 59-ға көбейтеміз 156-ны, сонда 9204, оны бөлеміз 26-ға 354 шығады екен. Дәл осы түрде екінші есепті де шығарамыз. 8162 азайтамыз 37929 бөлу 47, көбейту 208 азайтамыз 97, көбейту 39. Амалдарын орындалу ретін жазып шығарамыз. Бізде болады 1.494.467-ге тең. Екіншісі 1 тәулік азайтамыз 3 сағат 48 минут, қосамыз 9 сағат 56 минут, бізде болады 30 сағат 80 минутқа тең болады екен. Одан кейін 90 тонна азайтамыз 10 тонна 9 центнер, азайтамыз 32 тонна 4 центнер, 4 килограмм бізде болады 90 мың килограммға, яғни 90 мың килограмм болады, азайтамыз 10.900 килограмм, азайтамыз 32404 килограмм. Бізде 466.696 килограмм болады. Оны біз тонналайтын болсақ, 46 тонна 6 центнер 96 килограмм болады екен. 8-ші тапсырма. Саябақта шырша, жөке және қарағай ағаштары өсіп тұр. Қарағай мен жөке бірге алғанда 400, қарағай мен шырша 300, шырша мен жөке 440 ағаш. Саябақта әрқайсынан қанша ағаш бар? Қарағай жөке 400, қарағай шырша 300, шырша жөке 400. Яғни бізде қарағайымыз бізде 130, жөке 270 бар екен, е? 9-шы тапсырма. Балалар жасыл бұршақ дәнін өсірді. Бақылау нәтижесін олар кестеге жазды. Кестедегі мәліметтер бойынша дәптеріңе графиксіз.
яғни бірінші күні 0 мм өсті, иә, өскен жоқ, иә. Екінші күні 6 мм, үшінші күні 9 мм, төртінші 9, бесінші күні 12, алтыншы күні 15, жетінші күні 15, сегізінші күні 15, тоғызыншы күні 18, 10-шы күні 21 мм-ға дейін өскен екен, иә. Енді біз графикке сызатын болсақ, мына жерге бізде күндерін жаздық, иә, мына жерге астына, ал үстіне өсу жаңағы миллиметрмен көрсеткіштерін жаздық, өсу көрсеткішін. Жаңағы айтқандай бірінші күні өскен жоқ, иә. Екінші күні бізде 6 миллиметрға дейін өсті. Екінші күні міне 2 мен 6-ның міне тиіскен жері. Одан кейін үшінші күні бізде 9 жаңағы миллиметрға дейін өсті, міне үшінші күні. Төртінші күні 9, бесінші күні 12, иә, бесінші күні, алтыншы күні 15, жетінші күні 15 болды, сегізінші күні 15, тоғызыншы күні 18, 10-шы күні 21 миллиметрға дейін өскен екен. 10-шы есептерді шығарамыз. Қайта салынған жолдың ұзындығы 126 километр. Жол шетінің 9-дан 2 бөлігіне ағаш отырғызылды. Жол шетінің тағы қанша километріне ағаш отырғызу керек? Яғни жолдың ұзындығы 126 километр, отырғызылды 9-дан 2 бөлігіне. Осы 126 километрдің отырғызылу керек белгісіз. Біз табу үшін 126-ны бөлеміз 9-ға, көбейтеміз 2-ге, бізде болады 28 километр отырғызылды. Енді 128-ден азайтамыз 28-ді, 90 километр әлі жаңағы ағаш отырғызылу керек екен. Әсі, егістіктің ұзындығы 15 километр, ені ұзындығының 5-тен 3 бөлігіне тең. Егістіктің ені қаншаға тең? Егістіктің ауданы мен периметрін тап. Бізде ұзындығы 15 километр, В 5-тен 3 бөлігі, осы 15 километрдің, иә, ауданы мен периметрін табуымыз керек. 15-ті 5-ке бөлеміз, көбейтеміз 3-ке, 9 километр, иә. В. Аудан табу үшін аға В-ны көбейтеміз, 15-ке 9-ды көбейтеміз, 135. Периметр табу үшін аға В-ны қосамыз, 15-ке 9-ды қосамыз, көбейтеміз 2-ге, сонда 48 километр. Егістіктің ені 9 километр, ауданы 135, периметрі 48 километрға тең екен.